Баршаңызға сәлем. Бүгін Брюс Беннер, яғни халық кейіпкерінің хронологиясын жалпақ тілде айтып беретін боламын. Айтпақшы, кейбір көрермендер Казвойстың видеоларына тәнті болғаны соншалық, менен Каспи Голд қалдыруымды сұраған екен. Жарайды, егер еңбегімді бағалап, арнаны қаржылай қолдауды көздесеңдер, онда міне менің Каспи Голд картамның нөмірі. Енді бүгіннен бастап бұл мәліметті әр видеоның астына сипаттамаға шығарып қоятын боламын. Сендерге алғысым шексіз. Ал олай болса, жайларыңды қоя беріңдер, лайктарыңды басыңдар, Казвойс сайрайды. Естеріңде болса, ақш армиясы 20 ғасырдың ортасында супер сарбаз сарысуын қолға алып, Капитан Америка, Баки Барнс және тағы солар сияқты бір қатар түйені бойынан асыра, осырмай көтеретін жаужүрек қаһармандарды тәрбиелеп шығарады. Ал 21 ғасырдың басында ол сарысуға енді гамма сәулесі дейтін дәмдеуіш қосылып егілетін болыпты. Сол сорпадан ауыз тию мақсатымен доктор Брюс Беннер тәуекелге бел буып, енді бұның дәмін өзім көрейін құрсын деп ақш армиясының генералы Тадеус Росстың қатысуымен зертханаға апарылады. Брюс күтпеген жерден сарысудың кері әсерінен жасыл құбыжыққа айналады. Ол қатты ашудың арбауында болып, зертхананың итін шығарып, ішіндегі әскерлердің зәресіне қанат өсіріп береді. Кейіннен доктор Беннер өз қалпына келіп, жарақат алған Беттиді зиярат етуге келіп отырғанда, генерал Росс енді қызымның қасына 17 сантиметрде жолаушы болма деп араларына сызғышын өлшейді. Брюс әскердің көзінен аулақ болу үшін Бразилиядағы халқы тығыз орналасқан бірінің осырығын бірі еститін қылмыс деңгейі өте жоғары фавелалардың бірінде 158 күнін әйтеуір аман-есен өткізеді. Осылайша Брюс сабырын сақтап тығылатын күшті жерін тауып алған екен. Бірақ логиканы таппағаны өте өкінішті. Содан Брюс Бразилия халқымен бірігіп кету үшін португал тілін үйренеді және ашу ызамен күресу үшін ашу ызамен күресу курстарына жазылады. Айтпақшы бір қызық жайт, кейіпкер сол жаққа бара жатқанда мынадай өмірде бар текпешекті байқауға болады. Оны неге айтып отыр десеңдер, соның бір жерінде негізінде Қазақстан дейтін сөзді шын мәнісінде табуға болады. Әр қарай Брюс вакуумдық жаттығулар орындап сабырын сақтап үйренеді. Жаттықтырушы оны тексерейін деп шапалағымен періп жібергенде Брюстің жүрек соғысы 146-ға көтеріліп кеткені байқалады. Фильм енді кейіпкердің газдалған сусындар шығаратын зауытта жұмыс істейтінін көрсетеді. Бұл жақта да құтырымпаз сорлылардың кейіпкерге тиісіп, қанын, шетін Питер Паркеризациялық сүмелектіктің орын алатын құбылысын көзіміз шалады. Біраздан соң конвейерлік таспаны қозғалтатын қосқыш істен шығып, оны Брюс шұқылап жөндеуге кіріседі. Сол кезде Брюс саусағын кесіп алып, жарадан ытқып шыққан қан тамшысы шөлмектің біріне барып жағылады. Брюс дереу оны сүртіп алуға тырысып, байқамай басқа жерді шүберегімен жалап қояды. Жұмыс пен үйдің арасында жүріп, өзінің мутанттығымен биологиялық тұрғыда күресу үшін біреуден бір өсімдіктің түрін алады. Брюс пәтеріне келіп, Сэмюэл Стернс дейтін оқымыстымен жазысады. Екеуі мистер Грин, мистер Блю дейтін құпия атаулар арқылы ақпарат алмасады. Енді мистер Грин кім екенін біліп тұрсыңдар деп ойлаймын. Содан Брюс әлгі өсімдіктің барлығына нертінді жасап, өзінің қанымен араластырып көреді. Бірақ нәтижесінде бәрібір халықтың жасушасы ештеңеге бой бермей қояды. Ақырында мистер Блю Брюстің қанын маған жібер деп сұрайды. Ол көп кідірмей қанын пробиркаға салып, сауқат түрінде Нью-Йоркқа аттандырады. Ал мына жақта газдалған сусын ақшқа экспортталатын болып шықты. Естеріңде болса, шөлмектердің бірінде Брюстің қаны бар. Сусындар ақшқа жеткенде дәл сол шөлмек бір тұрғынның тоңазытқышынан табылады. Оны ішкенде шал өзін адам айтқысыз сергек сезінген екен. Оған Пентагонның құлағы елең етіп, сусынның Бразилияда екені белгілі болады. Генерал Росс оны байқап, шіркін дейтін әскерлерден құралған жасағын жинайды. Оның ішінде ең ерекшесі Ресейде туылып, Англияда өсіп, ақш армиясына шақырылған Эмиль Блонскийді түртіп қоямыз. Мына жақта мистер Блюдан хат келеді. Оның жазуы бойынша қан талдауының қорытындысы оң көрсеткіш көрсетіп, жасушада гамма сәулесінің азайғанын айтады. Түбінде Брюс Беннерді емдеуге болатынымен қуантады. Бірақ ол үшін Брюстің ағзасы жайлы тағы бір қатар мәліметтер керек. Олар дәл қазір ақшта болғандықтан қол жетімсіз болып саналады. Түнге қарай Росс бастаған жасақ Брюстің жатқан ауданына жетіп келеді. Брюс көп ұзамай үй төбелермен түрлі отау TV-лардың арасымен қашады. Отряд оны еш тоқтаусыз қуады. Бір кезде Брюстің пульсы қатты соғып, бір жерге тоқтап кідіруге мәжбүр болады. Бірақ оны Росс көріп қояды да, қашу процесі одан бетер үдей түседі. Жол жөнекей Брюс әлгі көтектермен соғысып қалады. Енді отрядтан бөлек қуғынға мыналар да қол ұшын бермекші. Ақырында барлығы зауыттың ішінде жиналып көңіл көтереді. Нәтижесінде Брюс халыққа айналады да, жынына тигендердің барлығын жан-жаққа бүктейді. Ал отряд оған ұйықтататын транквилизаторлардан оқ жаудырады. Оның денесінен ине өтпейтінін түсініп, олар енді қарулы оқ жаудыруға көшеді. Бірақ одан да түк шықпай, тек өндірістің іші күл талқан болады. Түбінде тыныш жатқан бүркіттің көзін шұқып үркіттің дегендей отряд көзделген нысанасынан айырылып қалады. Кейіннен Блонский бұл жайында Россқа баяндайды. Оның айтуы бойынша Брюс Беннер жалғыз емес, оған бір жасыл құбыжық көмектескен сияқты болады. Росс оған мән жайды түсіндіріп, Брюс Беннердің өзі халыққа айналатынын мәлімдейді. Ал келесі күні Брюс Беннер Гватемала мемлекетінен табылып, өз есін білмей Американың жартысын аралап қойған екен. Кейіннен шекарадан қалай білдірмей өтіп кеткен менен сұрамаңдар дейтін әдіспен кейіпкер Мексикадан бірақ шығады. Бұл жақта Брюс
базарда жүріп, созылатын кең дамбалды көлемді көтендерге өлшеу арқылы сатып алып, халық айналарда жалаңбұт қалмаудың қамын ойлаумен болады. Кейініректе кейіпкер 17 күнін өткізіп, Вирджиния штатындағы Калвер университетінің маңынан табылады. Егер картаға қарайтын болсақ, кейіпкер Чапастан Вирджиния штатына адам қалпында 17 күнде жетеді дегенге сенер емеспін. Ал сендерші? Жарайды, бұл формат ол жайында емес, әрі қарай кеттік. Сөйтіп Брюс биология саласының маманы әрі сүйіктісі доктор Элизабет Россты тауып алады. Оны аңдып отырып, басқа жігітпен жүргенін анықтап, өзін армиядан оралғандай сезініп жаман болады. Кешке қарай Брюс Стэнли дейтін танысын тауып алып, соның дәмханасында түнеп шығады. Ертесіне Брюс пицца тасушы сияқты түр жасап алып, аталмыш университетке кіруге тырысады. Алайда оны алып күзетші ішке кіргізбей қояды. Брюс оған пиццасын беріп мәз қылып кіруге рұқсатын алады. Айтпақшы, тағы бір қызық жайт. Мына күзетші 1989 жылы шыққан Невероятный Халк испытание, яғни адам айтқысыз Халк сынақ дейтін кинода Халктың рөлін сомдаған актер. Ал фильмге оралсақ, Брюс көздеген қуысын тауып, компьютерден мистер Блю сұраған мәліметтерді ақтарады. Бірақ барлық мәлімет жойылғандықтан ол ештеңе таба алмайды. Кешке қарай Бетти жігітімен Стэнлидің пиццериясында отырғанда Брюс байқаусызда есікті ашып түрін жарқ еткізеді. Әрі қарай Бетти далаға жүгіріп шығып, Брюсті таппай қояды. Сөйтіп Элизабет ішке кіріп Стэнлиді алқымнан алып шындықты біліп алады. Сол уақытта Брюс көшеде душ қабылдап келе жатады. Бетти артынан тауып келіп, екеуі сағыныштарын бірге басады. Артынша Брюсті өзімен алып кетіп, үйіне қондырады. Үйінде Бетти молодецтігін танытып, бүкіл мәліметті флешкада сақтағанын айтып, Брюстің үзілген үмітін қайта скотчтап береді. Сол уақытта генерал Росс Эмиль Блонскийдің кереметтілігіне қарап, арам ой ұсынып көреді. Сөйтіп сары су сақталатын қоймадан бір ыдысын тауып алып, оның рұқсатымен ағзасына шамалы ғана мөлшерде сары судан ектіріп көреді. Ертесіне кейіпкерлер Калвер университетінің ауласында жүргенде, Росс әскері қай тұмсықтарымен сезгенін білмеймін, әйтеуір мынадай дөрекі әрекетпен Брюс Беннерді тауып келеді. Брюс ғимараттың ішіне тығылады да, әлгі мәлімет сақталған флешканы қайта құсып аламын деген оймен жұтып қояды. Сарбаздар оны екі жақтан қысып, ақыр аяғында Брюс халыққа түрленіп, бүкіл қарулы күштердің түр-түрін денесімен таныстырып, қасына жолыққан әскери көліктерді тас-талқан етіп бөліп тастайды. Арасында Блонский келіп, титімдей ғана тапаншамен халықтың тамағын қытықтап, одан бетер оны ызаландырады. Айтпақшы, мына қысқа толқынды дыбыс шығаратын қару өткенде Мисс Марвел сериалында Камран мен Камаланы тоқтатуға да қолданған етін. Содан Блонский кері қайт деген бұйрықты тыңдамай, халық пен қоян қолтық жекпе-жекке шықпақшы болады. Жекпе-жектің екінші раунды санаулы секундтарға созылып, футболдың добына ұқсаған Блонскийдің талға жабысып тесілуімен аяқталады. Гранат атқыш пулемет және мықты дыбыспен алалмаған халықты енді не алады деген кезде, генерал Росстың басына тікұшақтың пулеметінен оқ жаудыру деген ой келеді. Әрине, ол да әурешілікпен аяқталып, есесіне топас Росс сәл болмағанда қызынан айырылып қала жаздайды. Нәтижесінде халық сүйіктісін қолына алып, тыныш жер іздеп Кинг-Конгқа ұқсап биік жардың үстіне шығып кетеді. Бетти оны тынышталдырып, жақын жердегі қонақ үйге алып келеді де, шашын алып жөнге келтіреді. Сәлден соң махаббат ойындарын ойнайын десе, оған болмайды екен. Өйткені ол да жүректің соғу қарқынын күшейтеді екен ғой. Бопты енді ол өзінің проблемасы дейміз де, Эмиль Блонскийдің жағдайын сұрап барамыз. Сөйтсек, дәрігер бізге бұл көкенің жарақаттары өте ауыр, яғни реваншқа жарамайтынын айтады. Соны естіп Блонский намысты қолдан бермей, жұдырығын түйіп дереу жазылып кеткісі келеді. Мына жақта Росс жаңалыққа тарап кеткен өсектерден құр қалғысы келмей тұрады. Бір кезде Блонскийдің аяққа тұрып, жарақаттың іздері үстінен жоғалып кеткені анықталады. Және оның аузынан 3-ші раундта айрам деген сөз шығады. Оған риза болған генерал соған бүкіл екпесін ектіріп, одан әрі қарай қашқын кейіпкерлердің ізіне түсуге дайындалумен болады. Сол уақытта біз жақтасып отырған кейіпкерлер базаға тоқылдайтын құрылғылардан, яғни карта және телефондардан аулақ болып, әлгі жұтқан флешканы құсып алып, мистер Блю, яғни Сэмюэл Стернспен кездесуге барады. Ол барлық процестің халық денесінде өтетінін және тым артық дозаланған жағдайда өліп кететінін ескертеді. Артынша Брюстің келісімі бойынша емдеу процесін жүзеге асырады. Ал сол уақытта қалған ұйымы екі доктордың құпия жазысқан хаттары арқылы мекен жайды анықтайды және мистер Блюдің маскасын шешіп алады. Блонскийдің ағзасы мутацияға ұшырап, өз көзіне сенбей денесіне тәкаппарлықты ісіндіріп тұрады. Артынша Блонский бастаған топ халықты ұстау операциясына аттанады. Кейіннен Стернстің қоспа ерітінділері халықты уақытша емдеп, адам қалпына келтіретіні анықталады. Одан басы кеткен оқымысты эмоциясын ұстай алмай бәрін түсіндіреді. Оның айтуы бойынша Брюстің ағзасындағы регенерацияның жылдамдығы соншалық, оған гамма сәулелері енгенде жасушалар бірден қалпына келіп үлгерген екен. Содан Стернс қанның жасушасын пайдаланып, біраз сұйықтықтар жасап тастағанын көрсетеді. Оның мақсаты түрлі жазылмайтын дерттердің емін табу болып саналады. Ой жақсы, бірақ ол дұрыс емес қолға түссе, дұрыс емес нәрселер жасалатынын айтып, Брюс олардың барлығын өртеу керектігін талап етеді. Осылай Нобель сыйлығын аламыз дейтін әңгімелерін айтып тұрғанда, Росстың жасақтары ғимаратты қоршап, бұларды нысанада көздеп тұрады. Ал мына жақта Блонский құтырып, Росстың бұйрығын тыңдамай, текпе-жектермен маймылдарша қозғалып, арам ойын жүзеге
жүзеге асырудан өзін тоқтатар емес. Бір кезде Брюс арқасын ыңғайлетіп қойғанда мерген өз ісін орындап транквилизатормен оқ атады. Сол уақытта зертханаға Блонский кіріп келіп, Беттиді шетке қарай лақтырады да Брюсті пәріп жіберіп ұйықтатады. Сыртқа шыққанда генерал Росс бүкіл жасаған ағаттығын Брюсқа жаба салып, оны түрмеде шіріткісі келеді. Ал зертханада Блонский халықтың мүмкіндігіне тәнті болып, өзі де сондай құбыжыққа айналғысы келіп, Стернсті мәжбүрлейді. Нәтижесінде Блонский тура халық сияқты Жексұрын дейтін құбыжыққа айналады да Стернсті итеріп жібереді. Брюстің қаны оның шекесіндегі жараға ағып, басы қазандай болып, смайликке ұқсаған түрімен бізге қарап мәз болады. Біле білсек, бұл қазанбас комикстарда лидер дейтін лақабатпен танымал супер зұлым кейіпкерлердің бірі. Алдағы уақыттарда бұл кейіпкер орала ма, оралмай ма бізге әзірше жұмбақ. Ал фильмге оралсақ, Блонский құбыжыққа айналып, бір ай бойы карантинде жатқан айғыр босап, жайлауға қазір шыққандай бір кварталды тас-талқан етіп, елге Жексұрын көрінуден безер емес. Росстың әскері құбыжықты ракетамен тоқтатып көреді. Бірақ бұл атылған снарядтың өзін жеп қоюға дайын екенін дәлелдейді. Оны байқаған Росс өзінің топастығын мойындап, уды у емдейді дегендей Брюсті соған қарсы шығуға жібереді. Брюс асфальтты тесіп шығып, көк дамбалға жақтасыңдар дегендей, "Менен шығасың ба?" деп қарсыласына айқайлайды. Ал рингтің ана басында өзінің 3-ші раундын күтіп жүрген Жексұрын бұны қуана-қуана қабылдап өз теңін табады. Арада мықты шайқас басталады. Халық ашуланып қасында тұрған автомобильді Казвойстың видеосы сияқты екіге бөліп, Жексұрынға сериялап соққы сыйлап, оны асфальтқа тегістейді. Сонда Жексұрын "Осақпа" дегендей халықты бір теуіп ана жақтан, мына жақтан шығарады. Құбыжыққа болмайтын оқ атудан жалықпайтын Росстың әскері халыққа көмектесіп, Жексұрынның ойын өздеріне бұрады. Жексұрын тікұшаққа жармасады. Халық оны түсіруге тырысады. Бірақ нәтижесінде барлығы үй төбесіне әдемі құлап, екі құбыжықта Геннадий Головкин болмағандықтан нокаутсыз тартысты шайқас одан әрі жалғасын табады. Ақырында үйтіп халық қарсыласын тізе бүктіреді де британдық Колумбия дейтін канадалық облысқа қашып кетеді. Ол жақта Брюс халықты қалыпта ұстап үйренеді. Ал мына жақта генерал Росс өзінің жасаған істеріне өкініп, барда градусы бар сусын ішіп, тура мағынада ішін өртеп отырады. Сол кезде барға Тони Старк кіріп келеді де, бәріміз бір командада күш біріктіретін болдық дегендей әңгімесін бастайды. Кейін Брюс Беннер Үндістанда тығылып жүрген жерінен Наташа Романов келіп, оны қалқан ұйымына шақырады. Айтпақшы, Брюс ойнайтын актер шатақ мінезіне байланысты ауысып кеткендіктен, енді кейіпкердің түрі осы сәттен бастап осындай болады. Қалқан ұйымында жүріп, Брюс Беннер Локидің асатаяғынан шығып тұрған гамма сәуленің табиғатын зерттеумен болады. Кейіннен Локидің жерге алып келген Читаури әскеріне қара күш көрсетіп, оларды бүктеп, кек алушылардың ішіндегі ең топасы әрі күштісі болып көзге түседі. Шайқас соңында порталды жауып, ессіз төмен қарай құлап келе жатқан Тони Старкты құтқарып аман алып қалады. Егер осы кезде халық болмағанда, Тони өліп қалып, кейін мына біреу шешуші шертпекті ешкім орындай алмай, барлығы күл болып кетер ме еді, кім біледі. Кейіннен Брюс Беннер Штрукердің арам ойын тоқтатуға кек алушылармен тойтарыс беріп, Наташаның көмегімен ашуын басатын әдет шығарады. Және осы Наташамен кәдімгідей сыр шертіп, екеуінің арасында біраз романтика орнайды. Онымен қоса Брюс Беннер Тони Старкпен бірге ақыл тасын пайдалану арқылы Vision кейіпкерін іске қосады. Артынша Соковия қаласында Альтронға қарсы шайқаста бүкіл ашуын көрсетіп, соңында жерден өзіне қояр орын таппай Квинжетпен Сакарға ұшып кетеді. Ол жақта Грандмастердің палуанына айналып, одан әрі мына видеода айтылған оқиғалар орын ала бастайды. Кейіннен Хеймдалдың көмегімен қайта жерге оралып, Доктор Стрэндждің Санктум Санкторумына бұрқ етіп құлайды да, Стрэнджге қарап таныстың жерге шабуылдайтын жайлы тоқылдайды. Былай қарап отырсақ, бұл кейіпкер бір ғана қызмет, яғни ашулану, талқандау дейтін функцияны атқарады деп ойлағанбыз. Сөйтсек, осы сәттен бастап Брюс Беннерде кәдімгідей психикалық күйзелістер басталып, кейіпкерді басқа қырынан тани бастаймыз. Мысалы, халық таныспен бірге бір шайқастан қатты сескенген соншалық, Брюстің енді халыққа айналу процесі сәл ақсаңдайтын болады. Сондықтан ол Тони Старктың Марк 44, яғни Халкбастер дейтін сауытын киіп, жауымен шайқасуға мәжбүр болады. Кейіннен кейіпкер халықпен Брюсті бір арнаға қосып, есін білетін құбыжық адам болып, елмен бірге емін-еркін өмір сүретін болады. Скотт Лэнг кванттық өлшемнен босанып келіп, оған уақытпен ойнап өткен шаққа бара алатын теориясын қыштады. Сөйтіп, оның фургондағы субатомдық мөлшерге дейін кішірейтетін аппаратын қосып, Скотт Лэнгті уақыт ағымдарына сүңгітіп сынап көреді. Тесттің нәтижесі сәтті аяқталып, Брюс қуанғаннан уақыт машинасын ойлап тапқанын жария қылады. Кейіннен команданы жинау мақсатымен сыра ішуді сүйетін томпақ торды кек алушылар базасына жүр кеттік, ол жақта сыра көп деп алдап ертіп әкеледі. Кек алушылар бас қосып өткен шаққа тасты іздеуге аттанбақшы болады. Ал Брюс сол процесті қадағалап, басқару панелін шұқылап, автотаймер орнатып, өзі де миссияға қосылады. Брюстің тапсырмасы 2012-дегі көненің мойнындағы қаптауда тұрған уақыттасын қолға түсіру. Көне алғашында қатайып, халықтың денесіндегі Брюстің астралын шығарып, тасты беруден бас тартады. Көненің айтуы бойынша, егер белгілі бір уақыт ағымында қандай да бір тас жоғалса, онда аталмыш уақыт кеңістігі жаңадан бөлінген тармақтан шыққан түрлі зұлымдықтың құрбаны болады екен. Сонда Брюс көнеге өзінің ойын ұсынып, ол тасты пайдаланып болған соң қайтадан орнына әкеп қоямын деп уәде береді.
келтіреді. Ал көне оның аман-есен қайтара алатынына сеніңкіремей, сенің тірі қалып тасты жоғалтып алмауыңа кім кепіл дегенге келтіреді. Әңгіменің соңында болашақта Стрэндж уақыт тасын таныстың қолына өзі ұстататынын айтып, көненің түрін ойбайлатады. Соңында көне Брюсқа сеніп тасты қолына ұстатып, бүкіл ғалам үмітін соған арттырады. Сөйтіп бір жағын жамап жатқанда бір жағы тесіледі демекші 2012-дегі топас халықтың кесірінен Тони Старктың алып шыққан тессеракты тура Локидің алдына сырғып келіп, ол өз сериалын қышытуға телепортталады. Және бұл жынды бір уақыт ағымын неше түрлі тармақтарға бөліп тастайды дейтін әңгімені менің мына оң жақ бұрыштан шығатын видеомда толық түсіндірген едіммін. Осының бәріне былай қарап отырсаңдар 2012-дегі топас халық кінәлі болып шығады. Сонда кек алушылар 6 тастың барлығын жинайды да кімге шерткізетінін білмей тұрады. Сонда Брюс суырылып отырып, менің денем гамма сәулелерінің түр-түрін көріп қойған. Сондықтан мен шертемін деп жауапкершілікті және шексіздік қолғабын қолына алып шертпегін орындайды да шаңға айналған кейіпкерлерді қайта экранның алдына жайғастырады. Кейіннен Брюс барлық прокатқа алынған 6 тасты уәде етілгендей олармен ойнап болған соң сәйкесінше өздерінің орнына апарып қоюмен айналысады. Халк красава деп отырғанымызда бұл кейіпкер мәңгіліктерге проблема тауып Тиамут дейтін целестиалды дүниеге әкеліп қоя жаздайды. Ол жайында мына видеоны көрсеңдер болады. Бір сөзбен айтқанда Брюс Бэннер бір жақты күлдіртсе, екінші жақты жылатумен болған екен. Одан кейін Брюс Бэннер өзінің әйел халыққа айналған туысқанына қалай дұрыс құбыжық болуды үйретеді де, өзі сакаарлық кемемен ғарыштың тұңғиығына сүңгіп кетеді. Не үшін кетіп қалғаны жайлы мына пікірлерге қарап теория құра берсеңдер болады. Осы жерінен бастап менің мына видеоларыммен хронология әрі қарай жалғасын табады.